Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бұл біздің ағылшын тілінде сөйлеуге арналған интенсивтің кезекті сабағы. Сабақ барысында сұрақтар болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сабақ ұнаса лайк және де каналға тіркеліп алыңыздар. Егер де сіз ағылшын тілін қазақ тілімен байланыстырып, скучный грамматиканы кәдімгі сөйлем құрауда қалай қолдануды білу үшін, наконец-то сөйлеу үшін мен сізді сөйлеуге арналған курсқа шақырамын. Ол үшін описание бөлімінде менің WhatsApp номеріме немесе Instagramда дайректке жазыңыздар. Кеттік. Бүгінгі сабақ бізде өткен сабақты кішкене шолып өтейік. Біз білеміз, что ағылшын тілінде сөйлем басында бастауыш тұрады бізде всегда, бастауыш. Одан кейін бізде етістік келеді. Енді қараңыздар, когда біз өзіміз жайлы айтқанда, мен деп, және де көпше түрде we do they деп айтқанда, біз етістікке еш нәрсе жалғанбаймыз. Яғни сіздер сөйлемді білесіздер, мысалы play, ойнау, listen, тыңдау деген. Сол сөздерді тура солай етіп қоямыз. Енді жаңағыдай тура солай етіп қоясыздар, еш нәрсе қоспайсыздар. Енді осы жерде you туралы айтып кетейін. You дегеніміз жалпы сен, сіз, сендер немесе сіздер ретінде, яғни барлығы you болады. Яғни сыпайы түрде де, жекеше түрде де, көпше түрде де барлығында you болады. Енді келесі. Когда мы үшінші жақта ол деп айтамыз, ол қазақ тілінде, ұл балаға да, қыз балаға да, бұл жерде тура орыс тілі сияқтында он, ана, ано деген секілді бөлінеді ұл балаға. He, she, it, яғни қызға және жансыз заттар мен жануарларға айтқан кезде біз етістікке s жалғауын жалғаймыз. Кеттік онда. Біз осыны қалаймыз. Біз we қалай want, осыны it, we want it. Сен өтте мықты жұмыс істейсің. Сен. You жұмыс істейсің. Work өте, very, мықты, hard. Осы hard деген бізде уже мықты дегенді білдіреді. Сабақ барысында кездескен жаңа сөздердің барлығын жазып жаттап алыңыздар, Осы жерде, мысалға, сабақты бірнеше рет қайталап көріңіздер. Прям қазақ тілін айтқан кезде сізден автоматия ағылшыншасын айтпағанға дейін бірнеше рет қайталап көріңіздер. Олар өте мықты оқиды. Олар they оқиды. Study өте, very, мықты, hard. Кеттік. Ол ана жақта тұрады. Ол, he тұрады. Live, осы s жалғауын жалғаймыз. He lives болады, потому что өмір сүру деген live қой. Осыған біз s жалғауын жалғаймыз. Почему? Потому что біз үшінші жақта he деп айтып жатырмыз. He lives, ана жақта. There. Кетті қарай. Ол бақытты сезінеді. She, сезіну. Feel, осыған s жалғаймыз. She feels happy. Ол бақытты сезінеді. She feels happy. Потому что біз she деп, ол деп айтып жатырмыз, Мен бақытты сезінемін дегенде, когда I сезінемін. Feel happy. Уже бұл жерде сезіну деген сөзге feel дегенде ешнәрсе жалғамаймыз, Мен де өзіміз жайлы айтқанда. Когда біз ол деп айтамыз, s жалғаймыз, Кеттік. Ол маған көмектеседі. Ол. She көмектеседі. Help. S жалғаймыз. She helps. Маған. Me. She helps me. Айман бақытты сезінеді. Айман сезінеді. Feel. Оған s жалғаймыз. Айман feels. Бақытты. Happy. Айман және Айнұр бақытты сезінеді. Кеттік. Айман. Енді. Айнұр сезінеді. Feel happy. Енді қараңыздар. Осы жерде feelға біз feelға біз s жалғаймыз ба, жалғамаймыз ба? Жалғамаймыз. Почему? Потому что біз Айман және Айнұр деп екі адам туралы айтқан кезде, біз олар деп көпше түрде айтып тұрмыз. Көпше түрде бізге етістік еш нәрсе жалғанбайды. Кеттік әрі. Ол осында жұмыс істейді. Ол. He жұмыс істейді. Work. Оға s жалғаймыз. Works here. He works here. Ол солай ойлайды. She, қызға айтайық, допустим, she. Think, оған s жалғаймыз. She thinks. Солай. So.
Ол осы үйде тұрады. He тұрады. Live, оған S жалғаймыз. He lives. Осы. This үйде. House. This house. Оның есінде осы бар. She есінде бар. Remember. Оған S жалғаймыз. He remembers. Осы. It. Ол осында тұрады. He тұрады. Live. Оған S жалғаймыз. He lives. Осында. Here. Так. Ол ағылшынша өте жақсы сөйлейді. Ол. She сөйлейді. Speak. Оған S жалғаймыз. She speaks. Ағылшынша неде сөйлейді? English. Қалай? Өте жақсы. Өте. Very жақсы. Well. Бұл шынымен маған көмектеседі. Бұл. It. Шынымен деп айтадырмыз. Really. It really көмектеседі. Help. Оған S жалғаймыз. Helps me. Яғни, мына жерде біз help дегенге S жалғаймыз, потому что біз үшінші жақта it деп айтып жатырмыз. It really helps me. Кетті ары қарай. Ол ағылшын кітаптарын оқиды. Ол ағылшын кітаптарын оқиды. He оқиды. Read. S жалғаймыз, потому что he туралы айтады. He reads. Ағылшын. English. Нелерді оқиды? Кітаптар. Books. He reads English books. Бұл бір түрлі көрінеді. It, бұл дегеніміз, бір жансыз затты айтып жатырмыз қой, біз it дейміз, сосын көрінеді. Look, оған S жалғаймыз. It looks. Бір түрлі strange. Осы strange деген жаңа сөзді жаттап алыңыздар. Бұл сөзді, мысалға орыс тіліндегі странный деген сөзбен ассоциация етіп жаттап алыңыздар. It looks strange. Ол осыны біледі. Ол осыны біледі. Ол, she біледі. Білу. Knows. Осыны it. She knows it. Ол осы қатені көріп тұр. He көру. See. Оған S жалғаймыз. He sees. Осы қатені. This mistake. Келесі. Ол анау қатені көріп тұр. She көріп тұр. Sees. Анау that mistake. Осы жерде қараңыздар, почему мына жерде this, мына жерде that? Негізінде жалпы бұл this, that деген андай сілтеу есімдіктері. Қазақ тіліндегі анау, мынау, аналар, мыналар деп айтамыз ғой, дәл сол сияқты бұл жерде де. Енді мынау this пен that ол екеуі де бір ғана затқа қолданатын нәрсе. Жекеше түрде де, бір ғана затқа қолданады. Енді this дегеніміз, когда біз қолданамыз, оны бізге жақын тұрған нәрсені айтқан кезде. Ал that деп бізден кішкене алысырақ тұрған затты айтқанда. Не себепті? Потому что біз айттық қой, что ағылшындықтар прям да точно барлығын айтқан жақсы көрді. Яғни нақтылықты жақсы көрді. Нақты бізге жақын тұрған қатені көріп тұр, иә? Дәптеріндегі, допустим. Ал анау, ол прям тақтада тұрған қатені көріп тұр, иә? Ол бізге алысырақ тұры. Мысалға, вот солай айтылады. Ол, так келесі. Ол көбірек қалап тұр. Ол, he, қалау. Wants болады. He wants көбірек more. Ол көбірек қалап тұр. He wants more. Ол көбірек практика қалап тұр. He wants көбірек more practice. Практиканы. Так, кеттік. Енді қайталап шығайық. Қараңыздар. We want it. Біз осыны қалаймыз. You work very hard. Сен жұмыс істейсің өте мықты. They study very hard. Олар өте мықты оқиды. He lives there. Ол ана жақта тұрады. She feels happy. Ол бақытты сезінеді. I feel happy. Мен бақытты сезінемін. She helps me. Ол маған көмектеседі. Айман feels happy. Айман бақытты сезінеді. Айман and Айнұр feel happy. Айман мен Айнұр бақытты сезінеді.
Кетті ары. Ол осында жұмыс істейді. He works here. Ол солай ойлайды. Яғни мен қазақша айтқан кезде сіздер паузаға қойып, өздеріңіз аударуға тырысыңыздар, иә? Мысалға, ол, she, ойлау, think, оған s жалғам, she thinks, солай, so деп. Осы прям, когда мен қазақшасын айтқанда, сіз на автомате ағылшыншасын айта алатындай деңгейге дейін қайталап видеоны көріңіздер, иә? She thinks so. Ол осы үйде тұрады. He lives this mistake. Sorry. He lives this house. Оның есінде осы бар. She remembers it. Ол осында тұрады. He lives here. Ол ағылшынша өте жақсы сөйлейді. She speaks English very well. Ол шынымен маған көмектеседі. It really helps me. Ол ағылшын кітаптарын оқиды. Так. He reads English books. Бұл бір түрлі көрінеді. It looks strange. Ол осыны біледі. She knows it. Ол осы қатені көріп тұр. He sees this mistake. Ол анау қатені көріп тұр. She sees that mistake. Ол көбірек қалап тұр. He wants more. Ол көбірек практика қалап тұр. He wants more practice. Бүгінге осы. Сабақ ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.